Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдері мен оқушылары жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері үшін экскурсия ұйымдастырды. Шара барысында тілшілері қауымы заманауи оқу ордасының қызметімен жақынырақ танысып, мектеп ұжымымен футбол алаңында сайысқа түсті. Экскурсияны мектеп оқушылары өткізді. Олар жиналғандарға мектептің оқу кабинеттері мен зертханаларын көрсетті. Мектеп химия, биологияны тереңдетіп оқытады. Әйтсе де өзге пәндерде назардан тыс қалмайды. Оқушылардың айтуынша, мұндай оқу ордасында тәлім алу олар үшін мақтаныш. Петропавл қаласында орналасқан әрбір ұйымды біздің мектепке әкеліп көрсетіп, сол ұйыммен байланыс орнатқымыз келеді. Себебі біздің мектептің оқушылары сыныптың көлемінде ғана білім алмайды. Біз білім беру ортасын кеңейту мақсатында біз мектептің шеңберінен шығамыз. Тек қана мектептің шеңберінен емес, қалада қандай ұйымдар бар, сол ұйымдардың барлығы біздің оқушылар үшін білім кеңістігін кеңейту үшін біз байланыс жасаймыз. Мектеп қабырғасында 150 гүлдің түрі бар оранжерея орналасқан. Өсімдіктерге оқушылар мен мұғалімдер күтім жасайды. Сондай-ақ кітапхана қоры да бай. 15 мыңға жуық кітап бар. Қор ай сайын толықтырылып отырады. Медициналық блокта балғындар тегін педиатр, тіс дәрігері, медбике, психолог дәрігерлердің көмегіне жүгіне алады. Ночное время при интернате. 24 сағат бойы балаларға медициналық көмек көрсетеміз. 3 медбике ауысыммен жұмыс істейді. Күндізгі уақытта балалардың денсаулығын тексеріп, қадағалап отырамыз. Ауырып қалған жағдайда ем-дом шараларын көрсетеміз. Журналистер қауымына оқушылар робототехника сыныбында балалардың қолымен жасалған техникалардың түр-түрін көрсетті. Олар қараша айында Катарда өтетін дүниежүзілік олимпиадаға жөнелтіледі. Ал мектеп жатақханасында 142 бала тұрады. Мұнда олар үшін барлық жағдай жасалған. Мен ауылдан келдім, сондықтан ауылда бағдарламасы вообще басқаша. Сондықтан бұнда оқуды өте қиын, сабақтар өте қызықты өтеді. Біз зертханаларды өткіземіз, жаңа мәліметтерді аламыз, ақпараттарды аламыз. Интернетта барлық шарттар өте жақсы, өте ыңғайлы. Онда бөлмелер жарық, таза. Экскурсия бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен Назарбаев зияткерлік мектебінің футболдан құрама командалар арасында достық кездесумен жалғасты. Есеп 2-2. Тоқтар Ғалым, Альбина Ғалымова, Азамат Жантурин, ақпарат.